Simeon Inzaghi Al-Hilaldan ketkisi kelib жатыр, ал Juventus klubi bolsa öte keremet awsum жасайын деп жатыр. Ал Kylian Mbappe kimderмен соттасып жүр. Осы және осыған ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз болса әдеттегідей жаңалықтарымызды бастайық. Kylian Mbappe алғашқы Мадридтік Реалдағы маусымын керемет өткізді. Командалық әрі трофейлердің болмауына қарамастан шабуылшының статистикасы таңғалдырады. Әсіресе бұл оның жаңа ұжымдағы алғашқы маусымын ескерсек. Француз ойыншысы Ла Лигада 31 голмен маусымның үздік сүрмелгені атанды. Осы нәтижесі арқылы Пичечи жүлдесін ғана емес, алғаш рет алтын бутсын да иеленді. 2024 маусымның қорытындысы бойынша. Осылайша 2-1-де беделді бомбардир атағын жеңіп алған Мбаппені Фор басылымы әлемнің ең үздік орталық шабуылшысы деп атады. Екінші орынға Харри Кейн жайғасты. Өте керемет болды, мықты шабуылшылардың бірі. Ал үшінші орынға күтпеген жерден Усман Дембелеге бұйырды. Бұл жерде енді Дембеле өткен маусымда расымен бірнеше рет орталық шабуылшы болып ойнады. Бірақ енді мықты тоғыздық деп айта алмаймыз. Дегенмен Мбаппе бірінші орынды толықтай лайықты иеленді және келесі маусымда Хаби Алонсоның жетекшілігімен орталық шабуылда өнер көрсетуді жалғастыратыны анық. Бәрі жақсы бола бермейді. Француз форвардқа байланысты жағымсыз жаңалықтар да бар. Ол Пари Сен-Жермен клубымен соттасып жатыр. Қол қою бонусы бойынша басында Мбаппе Париж сотында клубтың 55 миллион еуро көлеміндегі активтерін бұғаттаған еді. Бұл оның айтуынша клубтың оған қарызы болған сома, алайда кейін сот бұл шешімді жойып, қарыз дәлелденбеді деп тауыпты. Енді клуб өз қаражатына қайтадан иелік ете алады. Бұған қоса ПСЖ Мбаппеге қарсы талап қойып, одан 98 миллион еуро өндіріп алмақшы, себебі процесті қасақана созғаны үшін деп жатыр. Енді Пари Сен-Жермен клубы да қойып жатқан жоқ. Клуб өкілдері тіпті ойыншыны ашық түрде айыптап былай дейді: Мбаппе соттың процесін әдейі созды және біз осы арқылы ешқандай трансфер жасай алмадық деді. Енді бұл жерде менің ойымша Мбаппенің де қатысы жоқ сияқты. Трансфер жасамаған, енді одан басқа ақша жоқ па? Негізінде бюджеттің бәрін бұғаттап тастамаған болатын. Енді өздері істеп жатыр бұның бәрін. Мбаппе қазіргі уақытта енді касаға кіріп кеткені барды. Енді ақша өндірем деп енді касаға кіріп кетті. ПСЖ президенті Насер Аль-Хелайфи болса санитарлық үнмен Мбаппеге сәттілік тілеп бір мезетте ондаған миллион төлеуден бас тартып, оған қайта 100 миллионға жуық қаржы қайтаруды талап етіп жатыр. Кім кінәлі, кім әділ шешімді өздеріңіз беріңіздер. Пікірде ойыңызды қалдырыңыз, қызық болмақ. Ал есте сала кетейін, ролик шыққаннан кейінгі алғашқы 1 сағатта барлық комментте жауап беремін. Сенбейсіз ба? Сенбесеңіз әрине өздеріңіз сынап көрсеңіздер болады. Ювентус ойыншылармен алмасу ісін доғарар емес. Мұндай мәмілелер футболда өте сирек кездеседі. Ең болмағанда себебі келіссөзге 4 тарап қатысады. Паратичи кезінде мұндай трансферлер негізінен ойыншылар үшін емес, құжаттардағы деректерді бұрмалау үшін жасалатын. Бірақ қазір не үшін? Спорт медиасеттің жазуынша, Ювентус Душан Влаховичті Миланға жіберіп, оның орнына Тео Эрнандесті алуды ұсынып отыр. Милан бұл мәміле үшін аздап ақша қосуы мүмкін. Бұған дейін Ювентус өздерінің шабуылшысын 30 миллион еуроға бағаласа, ал Милан клуб болса 25 миллион еуроға бағалап отыр Тео Эрнандесті. Екі клубта бұл күрделі трансферді іске асыруға ниетті. Енді тек ойыншылармен келісуі қалды, ал мәселе дәл осы тұста туындауы мүмкін. Тео Эрнандес жылына 6 миллион еуро жалақы сұрауда. Ювентус мұндай сомаға дайын болғанымен, өткен маусымда сәтсіз ойнаған футболшы үшін бұл тым көп деп есептейді. Оның үстіне қазіргі Ювентустың бюджеті бұрынғыдай емес, үнемдеуге тура келеді. Миланның да жағдайда оңып тұрғаны жоқ. Влаховичтің жалақысы сериядағы ең жоғарғысы, жылына 12 миллион еуро. Рассанери оның елеулі түрде жалақысынан бас тартуын қалайды, әсіресе соңғы маусымдағы орташа ойынын ескеретін болса. Влахович туриндік Ювентустың үмітін ақтамады. Кей сәттерде жақсы ойнады, кейде жеке шеберлігімен матчтарда алып шықты, стандарттардан тамаша голдар соқты. Бірақ жанкүйерлер осы Влаховичтан көп нәрсе күткен еді, ойынды жүргізе алатын плеймейкер деп. Еді тоғыздықтан қандай плеймейкер күтеді? Бәлкім ол клубқа дұрыс уақытта келген жоқ. Оның үстіне өткен маусымның басым бөлігінде шабуылшы өз стиліне мүлдем сай келмейтін бапкердің қол астында ойнады. Соған қарамастан Душан командадағы негізгі шабуылшы болып қала береді.
Vlahovic de Theo Hernandez de öte mıқты darındı oyunculardan biri. Бірақ енді Theo Hernandez'дің stili қазіргі вақыттағы Ivan Tudor Juventus'тың бас бапкерінің тактикасына тура келмеуі мүмкін. Ал Vlahovic болса Massimiliano Allegri'дің қолында өте керемет деңгей көрсетті Juventus'та. Ал енді Миланға баратын болса, тағы да жақсы өнер көрсете алады деген ойдамыз. Қазіргі уақытта енді Миланға мықты бір 9-дық қажет болып жатыр. Симеон Инзагидің мансабы күрт өзгеріп таяу шығысқа қарай бұрылды. Жақында ғана ол Сауд Арабиясының Әл-Хилал клубының тізгінін қолына алды және қазірдің өзінде команданы жаңа маусымға дайындап жатыр. Бүгін клубтық әлем чемпионатында Реал Мадридқа қарсы өнер көрсететін болады. Бұл енді Инзагидің бірінші ойыны. Сол уақытта оның ағасы Филиппо Инзаги клуб ауыстырды. Айтуға болады, ол мансаптық өсімге қол жеткізді. Ол City футбол групп құрамына кіретін клубтардың бірін басқаруға келісті. Әрине сіздерге Инзаги Манчестер Ситиді Гвардиоланың орнын басады деп қуанышты жаңалық айтқымыз-ақ келер еді, бірақ бұл жолы әлде қайда қарапайым команда туралы сөз болып жатыр. Жақында дүние жүзіндегі бірнеше клубқа иелік ететін инвестициялық топ бай тарихи бар ұжымды Палермоны сатып алды. Енді дәл осы клубты Филиппо Инзаги баптайды келесі маусымда деп хабарлайды итальяндық бақ өкілдері. Бұған дейін аңызға айналған футболшы Пиза клубымен жұмыс істеп белгілі бір жетістіктерге қол жеткізген болатын. Бар болғаны бір маусымда үлкен жетістікке жетіп, ұзақ жылдар бойы Италияның екінші дивизионында жүрген команданы А сериясына шығарды. Пиза екінші орынды иеленіп жоғарғы лигаға тікелей жолдама алды. Ал Инзагидің жаңа клубы Палермо әзірге Б сериясында қалуда. Бір қарағанда бұл шешім түсініксіз көру мүмкін. Неге жоғарғы лигадан төменгі деңгейдегі командаға ауысу керек? Бірақ мұнда шешуші фактор бар. Ол клубтық City группқа тиесілі. Егер де бұл клубта өнер көрсететін болса, бапкер жақсы жалақы алады және қалаған трансферлерге қол жеткізе алады. Инзагидің ағасында басы жасайды екен. Бұнда енді көріп жатырмыз. Пиза клубына деген барлық құрметпен қарасақ та, ол келесі маусымның соңында А сериясынан түсіп қалуы әбден мүмкін. Ал Палермо керісінше жақын арада Еурокубоктарда өнер көрсетуі ықтимал. City групптың бас директоры Ферран Сарино былай деген еді: біздің мақсат алдағы бірнеше жылда А сериясына шығу. Бұл амбициялық жоспар, бірақ бұл клуб жоғары дивизионда ойнауға лайық. Бұл жол оңай болмайды, көп еңбек қажет болады. Біз дәл осындай мақсатпен келдік, нәтижелері міндетті түрде келеді, деді Ферран Сарино. City футбол групп осы Палермоны дамытуға дайын, қанша қаржат болса да құюға дайын. Стадион қайта жаңартылып, екі табиғи көгалды жаттығу алаңы бар заманауи база салынды. Палермоға сонша ақша құйылып жатыр. Енді 5-6 маусымның ішінде Палермоны серияда көріп қалуымыз әбден мүмкін. Барселона жанкерлері қуанышта. Енді Нико Уильямстың командаға қосылатынына ешкім күмән келтірмейді. Вингер мен Блауграна келісім шарттың барлық шарттарымен келіскен. Журналист Санти Ануаның мәліметіне сүйенетін болсақ, Нико 2031 жылға дейінгі келісімде қол қояды. Жалақысы жылына 12 миллион евро. Нико дриблинг жағынан тек қана Ла Лигада Ламин Ямалдан қалып жүр. Ал испаниялық Реал Мадридтің ең үздік ойыншыларының бірі Винисиус Джуниордан да озып кеткен Нико Уильямс. Ямал мен Уильямстың дуэтін неге қабілетті екенін біз Испания құрамасынан да көріп үлгердік. Уильямс допты жиі жоғалтады, бірақ бұл оның стиліне сай. Алдап өтіп бағытталған Вингер үшін бұл қалыпты жағдай. Ол қарсыластан өтіп кетуге өзгелерге қарағанда әлде қайда жиі тырысады. Мәнері осы көрсеткішке тікелей байланысты. Егер дриблинг көп жасаса сәтті, матч жасамаса сәтсіз. Испан ойыншысының тиімділігі дәл осы алдап өтуінде. Сонымен қатар Нико кейде ондық позициясында ойнай алады және комбинациялық ойынға жақсы араласады. Бұл оның шешімді тез қабылдау, алаңдағы мен тепе-теңдікті ұстай алуына байланысты. Ол Флориан Виртс емес, бірақ оны жай ғана жүгіргіш деп атау әділетсіз болар еді. Уильямс екі аяғымен де шебер ойнайды, соққысы да қуатты. Ханси Флик Никоның Барсадағы ойынын Алехандро Бальдемен өзара байланыс тұрғысынан қалай үйлестіретіні қызықты болып жатыр. Нико флангта ойнауға бейім, ол соңына дейін орталыққа ауысқысы келмейді, егер олай етпеуге мүмкіндік болса. Ал Бальде классикалық тік ойын стиліндегі қорғаушы, ол қанат бойымен жоғары төмен шабады және орталық шеңберге қарай сирек ығысады. Никоның трансфері Барселона үшін сәтті болайын депті. Сол қапталда Нико, 10 қапталда Ламин Ямал, 9-дық Роберт Левандовски, ал енді 10-дықтың рөлін Рафиня атқарады.
Жақын арада Барселона Espanyoldan Joan Garcia'ны сатып алғанын жариялайды. La Liga Papugайларға қақпашы үшін 26 миллион евро төлегенін хабарлаған. Алдыңғы видеоларда да сіздерге айтып жүрмін, Joan Garcia Барселонаның негізгі қақпашысы болады. Ал екінші қақпашы Шенесне, ал үшінші қақпашы Марк-Андре Тер Штеген, ал төртінші қақпашы кім болады? Әрине Иньяки Пеня болады деген ақпараттар да бар. Негізінде бұл ойыншыға Ханси Фликтің өзі қызығып жатыр. Ханси Флик маған алып беріңдер дегеннен кейін Барселона ұжымы бұл ойыншыны сатып алуды. Алайда Ла Лига президенті Хавьер Тебас басқаша ойлайды. Гарсиямен келісім шартқа қол қою бір мәселе, ал оны тіркеу басқа мәселе. Барса футболшыларды тіркеу үшін кейбір талаптарды орындау керек деп жеткізіп жатыр басылымдарға. Хавьер Тебасты білеміз енді. Хавьер Тебас Ла Лиганың президенті болғанымен кейде Реал Мадридті жылауықтар дейді. Ал енді Барсаның ақшасы жоқтығын біле тұра оларға тисе береді. Не дегенмен енді Joan Garcia мен Ника Уильямс Барселонаның ойыншысы. Ал Барса фандар, жақсы жандар, Ника Уильямс пен Joan Garcia'ның трансфері құтты болсын. Арсенал клубы Реал Мадридтің вингері Родриgoмен келісім шартқа отырудан әлі үміт үзген жоқ. Журналист Бен Джейкобстың хабарлауынша, корольдік клуб өз ойыншысын 90 миллион евро тұратын нарықтық бағамен босатуға дайын. Қазіргі таңда бразилиялық футболшы дәл осындай сомаға бағаланып отыр. Соңғы түзетулерге қарағанда алдыңғы маусымда 100 миллион евро болды. Бүгінгі маусымда, жаңа маусымда енді 90 миллион евроға төмендепті. Бұл төмендеу әрине Арсеналдың пайдасына шешілмек. Оның болашағына байланысты туындаған белгісіздік жағдайды ушықтырып Флорентино Перестің ойыншы үшін одан көп ақша талап ету кедергі келтіріп отыр. Басқа жағдайда мұндай футболшы үшін 130 миллион евродан артық сұрауға болар еді. Маусымның соңғы кезеңі оған оңай соқпағанын білеміз. Родриго қалпына келу үшін уақыт қажет болды. Реалдағы жұмысымның басынан бастап мен оның өзін көрсету мүмкіндігін аса күтіп жүргенін байқадым. Біз кейбір нәрселерді жаттықтырдық. Олар енді іс жүзінде қолданылатын кез келді деп жауап берген болатын Реал Мадридтің бас бапкері Хаби Алонсо. Хаби Алонсоның айтуы бойынша енді бұл жерде Родриго Реал Мадридқа қазіргі уақытта керек емес, маған керек емес деді. Ал Родригоның өзі де бұған ешқандай жауап қайтармады. Енді Хаби Алонсоныкі де дұрыс, керек ойыншыларды алып, керек емес ойыншыларды сатып жібергені дұрыс. Енді бұл фейрплей ережелері бар, одан да басқа енді Реалдың бюджетіне де пайда. Менің ойымша Хаби Алонсо дұрыс жасап жатыр. Ал енді Родригоға тоқталатын болсақ, Родриго өте мықты ойыншылардың бірі. Оң қапталда, сол қапталда да ойнайды. Кейде тоғыздықтың да рөлін атқара алатын ойыншы. Қандай да бір клубқа Родриго сияқты ойыншы қажет. Негізінде Родригоның өзі лидер болғысы келетін болса, Реалдан кеткені жөн. Енді Реалда Винисиус, Килиан Мбаппелер бар. Ал енді Арсенал клубына осы ойыншы керек. Сол қапталда Мартинеллимен жарысатын болады. Микель Артетаның өзі Родригоны қалап отыр. Родригоны маған алып беріңдер, мен сендерге нәтиже алып келемін деп жатыр. Енді Родриго Арсеналға жарасатын ойыншы. Бірақ енді Ағылшын премьер лигасында сынып қалмаса болғаны. Родриго негізінде өте керемет деңгей көрсетіп жүрген. Алдыңғы маусымдарда осы Хаби Алонсо келгені, бұның настроениясы да жоқ, және қазіргі уақытта Килиан Мбаппе лидер. Бұған да енді көнуге алмай жатқан сияқты. Винисиустың өзі қазіргі уақытта Килиан Мбаппенің қасында рөл ойнамай қалды. Ал достар, бүгінгі жаңалықтарымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Біз күнделікті футбол ақпараттарын шығарып жатырмыз. Күн сайын видео салып жатырмыз. Сол үшін енді арнамызға тіркеліп, лайкты аямаңыздар.